Болашақтағы жайттарды білу сіз үшін қызық шығар. Ал болашақты болжау әрине жаман нәрсе. Біз бұл видеомызда болашақты болжамаймыз. Тек қана 2050 жылға дейінгі әлемнің үлкен компанияларының, политиктерінің және алпауыт мемлекеттерінің болашаққа жасаған жоспарлары мен ғалымдардың есептеулерін көрсетеміз. Сондықтан комментарийге артық пікір керегі жоқ. Бұлар болашақта орын алатын алмайтын тек қана Құдай біледі. Сонымен осы жылы, яғни 2018 жылы көбіңіз асыға күткен футболдан әлем чемпионаты Ресейде өтетін болады. Оған қоса осы жылы Илон Маск Big Falcon рокетті ұшырып көретін болады. 2019 жылы NASA айды зерттеу үшін Орион кемесін жіберуге бел буды. Жоспар бойынша 2020 жылға қарай жіберілу керек болатын. Бірақ директор сөзі бойынша 2019 жылы желтоқсанда сәтті күн болмақ. 2020 жылы Jeddah Tower ғимаратының құрылысы бітуі керек. Бұл әлемдегі ең биік ғимарат болады. Және Bigelow Aerospace корпорациясы аспандағы ең бірінші қонақ үйдің құрылысын бастайтын болады. 2021 жылы Hyperloop'тың ең бірінші теміржол трассасы ашылмақ. Ол Біріккен Араб Эмираттары мен Сауд Арабиясының арасын жалғастырмақ. 2022 жылы футбол чемпионаты араб елдерінің бірі Катарда орналатын болады. Өздеріңіз білетіндей, дәл қазір Катарда чемпионат үшін арнайы қалашық әзірленуде. Тағы да осы жылы Қытай өздерінің ғарыштағы алып станциясының құрылысын бітірмекке жоспарлап отыр. Егер салынып бітсе, Қытай көшбасшы ғарыш державасына айналуы мүмкін. 2023 жылы Жапония ғарышқа туристерді жіберуге жоспарлап отыр. Дәл осы жылы ағайын түрік мемлекеті 10 экономикасы мықты мемлекеттер қатарына кіру мүмкін. 2024 жылы SpaceX бүкіл әлемдік Wi-Fi модульді іске қосуды жоспарлауда. Егер сәтті шықса, интернет барынша қолжетімді болмақ. Және дәл осы жылға қарай халықаралық ғарыш станциясы істен шығып қалады. 2025 жылы өте алып үлкен Магеллан телескопы іске қосылатын болады. Оның қуаты бізге белгілі орбиталық Хаббл телескопынан 10 есе мықты болмақ. Чилидегі Кампанас обсерваториясында орналасатын болады. 2026 жылы осы жылы жіберілген TESS телескопы сияқты Плато телескопы аспанға жіберіліп, экзопланеталар зерттейтін болады. Барселонадағы Саграда Фамилия шіркеуінің құрылысы аяқталатын болады. Ал оның құрылысы 1882 жылы басталған болатын. 2027 жылы жапондықтар ең бірінші магнитолевитационды Шинкансен пойызын іске қосуды жоспарлауда. Бұл технология үшін үлкен жетістік болады. 2028 жылы ғалымдардың есептеулері бойынша, егер ғаламдық жылыну осылай жалғаса беретін болса, Венецияны су басып қалуы мүмкін. Ал Біріккен ұлттар ұйымының есептеулері бойынша жер халқы 8 миллиардқа жетіп қалады. 2029 жылы Ресей айға ғарышкерлер ұшыруды жоспарлауда. Егер сәтті болып жатса, шамамен 40 жыл адам аяғы баспаған айға қайтадан зерттеулер басталатын болады. 2030 жылы егер Ресейдің экипажы сәтті қонып жатса, айда үлкен колония құруды жоспарлауда. Және NASA егер SpaceX жоспарлары аяқ асты кетіп жатса, ең алғаш Марсқа адам қондырмақ ниетте. 2032 жылы 2004 жылы барынша жақындаған Апофис астероиды жерге тағы да жақындай түсетін болады. 2035 жылы әлем ғалымдары кванттық телепортация туралы зерттеулерін бастайтын болады. 2037 жылы NASA ұшырған экипаж Марсқа қонады. Әрине, егер бәрі сәтімен кетсе. Және де дәл осы жылы ғалымдар лабораториялық құрылғылармен қолдан микроқара құрдым жасауды жоспарлауда. 2041 жылы Goldman Sachs Group банкінің эксперттерінің болжамы бойынша Қытайдың жалпы ішкі өнімі Америка штаттарынан асып кетуі мүмкін. 2042 жылы жер халқы 9 миллиардқа жетуі ықтимал. Оған қоса дәл осы жылдары планетамыздың ең бірінші триллионері де шығуы ғажап емес. 2045 жылы Ұлы Отан соғысына 100 жыл толады. Осыған орай Волгоградтағы Мамай қорғанында соғыс кезінде болашақ ұрпаққа деп жазылған капсула ашылатын болады. 2048 жылы Антарктиданың қазба байлықтарын игеруге тыйым салынған соңғы жыл. Бұдан кейін Антарктидада мұнай өндіруге рұқсат болады. 2050 жылы Байқоңыр ғарыш айлағының Ресейдің жалдамасындағы соңғы жылы. Мүмкін болған дейін Қазақстанда 2-3 ғарыш айлағы салынып, ғарыштық державаға айналып үлгерер. Кім білсін? Бұл тек 2050 жылға дейінгі есептеулер мен үлкен жоспарлар болатын. Біз еш нәрсені болжаған жоқпыз. Жоспардың іске асатын аспайтынын бір Құдайдан басқа ешкім білмейді, сондықтан артық пікір керек емес деп ойлаймын. Ал видеомыз соңына дейін қарағандарға арнайы рахметімді айтамын. Өз пікіріңізбен бөлісе отырыңыз, өйткені сіздің пікіріңіз өте маңызды.